Қайырлы күн достар. Бүгін біз пеште дайын болатын люле кебаб атты тағамымызды дайындайтын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, мені қолдай кетіңіздер. Люле кебаб дайындау үшін бізге осындай тартылған ет қажет болады. Менікі бұл жерде сиырдың еті, қалауыңызша қойдың етін алмастыруға болады. Сиырдың етіне мен азғандай май қосылған, сондықтан маймен ет араластырылған. Енді үстіне өте ұсақтап, майдалап жуамызды қосатын боламыз. Пиязымызды өте майдалап тураған жақсы болады. Сол кезде біздің етімізге ерекше дәм беретін болады. Осылай жақсылап майдалап турап аламыз. Бұл люле кебабтың бір ерекшелігі, мен таяқшасы дайындап көремін қазір. Енді туралған пиязымызды осы ыдысымызға салып, жақсылап кішкене тұз салып, жақсылап езіп алатын боламыз. Яғни соғы шыққанша жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған жуамызды тартылған еттің үстіне саламыз. Достар, менің видеом ұнап жатса, маған тіркеліп, және қасындағы қоңыраушай белгісін бастай кетіңіздер. Сонда сіз менің видеомды алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Пиязымызды салып болғаннан кейін кішкене осы араластырып, енді қалауыңызша тұз, бұрышы және приправа салсаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл люле кебабтың бір ерекшелігі, өте жақсы араластырылуы қажет. Сол кезде біздің формасын өте жақсы ұстап тұратын болады. Осылай қолымызбен өте жақсылап езіп, ұрғылап сөйтіп алатын боламыз. Енді дайын болғаннан кейін кішкене ыдысымызға су құйып, бұл жерде судың температурасы салқын су болу қажет. Осылай кішкене қолымызға алып, бұлай формамен келтіретін боламыз. Мен бұл жерде таяқшасыз дайындадым. Егер таяқшамен дайындаймын десеңіздер, дәл осылай формасын келтіріп, ортасына таяқшасын салсаңыздар болады. Осылай ерекшелеп, қолымызбен әбден формаға келтіргенше ұстайтын боламыз. Қолымызбен жақсылап формаға келтіріп алып, дайын болған люле кебабтарымызды табамызға салып қоямыз. Достар, менің видеом ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жасай кетіңіздер. Дәмі өте ерекше және күшті болып шығады. Басқа котлеттерге қарағанда бұл люле кебабтың ерекшелігі тек осы екі ғана ингредиенттен ғана жасалатын болғандықтан дәмі өте күшті болып шығады. Мінекей табамызға салып болғаннан кейін енді бетін мен кішкене шемішкі маймен осылай майлап шықтым. 200 градуста қызып тұрған пеште 45 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әрқалай, менің пешімде осындай градуста пісіп шықты. Енді пештеріңізге қарай градусын жөндеп қоясыздар. Осылай барлығын үстіне осылай май жағып шығамыз. Біздің люле кебабтарымыз дайын болды. Мінекейіңіз, өте жұп-жұмсақ, дәмі де ерекше күшті болып шықты.